Саламатсыздар ма достар? Біз бүгін маңызды бір тақырыпты ортаға саламыз. Тақырыбымыздың аты вакцина соғысы адамзаттың ақыр заманы бола ма? Біз бұның алдында сауда соғысы дегенге көзімізде, тілімізде үйреніп қалды. Енді вакцина соғысы деген жаңа бір тақырып шығуы мүмкін. Себебі коронавирустың өмірге келуімен алпауыт мемлекеттер қаржы бөліп вакцина жасауға қатты белсенді кірісіп кетті. Себебі вакцина бизнесі өте үлкен нарық және өте үлкен табыс әкелетін сала. Мысалы, бір ғана осы коронавирусына жасалатын вакцинаның егер сатылатын болса, одан түсетін табыс 35 миллиард ақш долларын құрайды екен. Бұл өте үлкен сома. Ал әлемде вакцина нарығын иелейтін үш үлкен мемлекет бар. Олар ақш, Англия және Франция. Осы үш мемлекеттің 4 ірі корпорациясы бар. Олар әлемдік вакцина нарығының 85%-ын құрайды. Олар қайсы корпорациялар десеңіз, ағылшынның GlaxoSmithKline корпорациясы, Францияның Sanofi және ақштың Merck пен Pfizer дейтін компаниялар. Осылар әлемдік вакцина нарығын монополиялап алған деп айтуға болады. Өйткені вакцина өндіруде қыруар қаржыны, жоғары ғылым техниканы білікті мамандар талап етеді. Сондықтан көптеген мемлекеттер вакцина өндірумен айналыса алмайтын себеп сол. Ал бұл мемлекеттер, жаңа вакцина өндіретін мемлекеттер, әлемдегі дамушы 94 мемлекетке егер $1 вакцина өндірісіне инвестиция салатын болса, ол $1 $44 болып еселеніп қайтады екен. Енді ойлай беріңіз, $1 инвестицияңыз $44 болып қайтатын болса, ол өте табысты бизнес деп айтуға болады. Мысалы, бір ғана Merck компаниясын алайық ақштың. Өткен 2019 жылғы таза табысы $8,4 миллиард болған. $8,4 миллиард. Бұл өте мол ақша. Сондықтан алпауыт мемлекеттер вакцина саласында белсенді қызмет жасайды. Өйткені үлкен нарық, үлкен ақша. Қытай Халық Республикасында вакцина жасайтын заводтар көп болғанымен, бірақ өздерінің патенттік құқығы өздеріне тән төл вакцинасын 2013 жылы жасап, оны бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының стандарттау сапалық тексеруінен өткізді. Одан кейіннен барып Қытайдағы вакцина өндірісі дами бастады. Осы күнде Үндістан және Қытай әлемдегі вакцина өндіретін дамыған мемлекеттердің қатарына өтіп барады. Ал енді сөзімізге оралатын болсақ, осындай бәсекелестік жағдайында 60 күннің ішінде ақш құрама штаты вакцина жасап, дайындап, оны адамның денесіне екті. Бұл 16 наурыз күні болды. Ертеңінде бір күннен кейін 17 наурыз күні Қытайдың мамандарда 8 түрлі вакцинаны дайындағандығын жария етті. Демек, екі мемлекеттің арасында вакцина жасауда үлкен бәсекелестіктің бар екендігін көріп отырмыз. Бірақ Қытай мамандары ақштың бірден адамға вакцинаны салғандығына қарсы болып отыр. Себебі олардың айтуында ол вакциналарды жануарларға салып, одан кейін барып адамдарға егуді айтып отыр. Мейлі Қытай әлде ақш жасай ма, жалпы вакцинаның өндіріске еніп, жалпы адамдарға қолжетімді болуы ол 1 жыл ең тез болғанда, болмаса 1,5 жылдан кейін болатын жұмыс. Біздің елімізде осы вакцина жасауды қолға алып отыр екен. Мұна коронавирусына байланысты. Жалпы медицина саласында, соның ішінде генетика саласында сіздер білулеріңіз мүмкін, CRISPR дейтін технология бар. Бұл енді өз алдында жеке тақырып. Бірақ осы жерде айта кететініміз, адамдардың гендік қорын жинау арқылы, гендік ақпараттар жинау арқылы бір ұлтқа немесе бір аймақтағы адамдарға жұғымтал болатын, және сол жердегі адамдарды вирус арқылы жойып жіберуге болатын вирустарды жасауға болатындығы осы күнде теориялық тұрғыда дәлелденіп отыр. Бірақ әлі өндіріске кірген жоқ. Егер бір кішкентай вирустың өзі бүгінгі 21 ғасырда осыншай дүрбелеңге салып, әлемде
22 мыңнан артық адам жұғымдалып, оның үстінде 9 мыңнан артық адам ажал құшып жатқан осындай вирусты тізгіндей алмай жатқанымызда, егер арнаулы мақсатты түрде вирус жасалып таратылатын болса, оны тізгіндеу өте қиын болуы мүмкін. Мына вирустың да қайдан шыққанын әлі біле алмай отырмыз. Себебі әртүрлі. Қытай ақш-тан көреді, ақш Қытайдан көріп отыр. Ал енді қалай болмасын, вирустар түбінде адамдарды жойып жіберуге құдірет жететін үлкен қауіп екен. Мүмкін адам баласының ақыр заманындағы үлкен бір сынақ және үлкен бір күш осы вирус болуы мүмкін. Сондықтан адамзаттың ақырғы заманы осы вирус па екен деген ой мені толғандырып отыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздермен бірге болған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұстазы Қастер Сарқытқанұлы. Сіздермен сөз соңында тағы бір жағымды жаңалықты айта кетейін. Кеше 19 наурыз күні Қытайдың мемлекеттік арнасы індет ошағы болған Ухан қаласында 19 наурыз күні ешқандай жаңа жағдайдың тіркелмегендігін жариялады. Демек, бұл індеттің шыққан тамыры үзілуі мүмкін. Егер бұндай жағдай біздің елімізге келетін болса да, осы тарап жатқан жылдамдығы азайып, біраз уақыттардан кейін қалпына келуі мүмкін. Алладан соны тілейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар.